Сәлем достар, каналыма қош келіпсіздер. Бүгін сіздермен бірге қызанақтың пайдасы туралы ақпаратпен бөлісетін боламын. Қызанақтың құрамында адам организміне пайдасы мол В1, В2, В5, В6 және А, Е, С дәрумендері бар. Қызанақтың үнемі пайдалана отырып, иммундық жүйені нығайтып, жүрек қызметін жақсартып, ас қорытуды реттеп, холестеринді азайтуға болады. Қызанақ гастритті емдеуге, жүрек қан тамыр ауруларында, асқазан ішек жолдары, іштің қатуы, қантты диабетке, семіздікке шалдыққан науқастар үшін құнды тағам. Қызанақтың жемісінен алынған шырыны тағамға пайдаланылады. Жеміс құрамында витаминдер өте көп. Қызыл сарғыш жемісінің құрамында минералдық тұздар, С витамині, В витаминдері, каротин бар. Қызанақты тұздап сүрмелеуге де болады. Қызанақтың сұрыптарынан ғалымдар пайдалы химиялық элементтер тапқан. Онда темір, мыс, калий тұздары көп. Қызанақ адам организміне пайдалы витаминдерге бай. Ересек адамдарда жиі кездесетін варикоз ауруының таптырмас емі. Қызанақ өтті тазартады, несеп айдағыш, ісік ауруларынан қорғайды, зардың шығуын тездетеді. Қызанақ иммунитетті көтереді. Ара шаққанда, дене күйіп қалған кезде екіге бөліп басса, ара уын денеге жаймайды және күйіктің ыстығын алады. Жаңа піскен қызанақ рационыңызға енгізілген болса, депрессия және нашар көңіл күйді оңай еңсеруге болады. Қызанақтың құрамында серотонин, яғни бақыт гормоны бар. Осы гормон жеткілікті мөлшерде бөлінбеген жағдайда адам депрессиялық жағдайға тез түседі. Сондықтан қызанақ жүкті әйелдер үшін өте пайдалы. Қызанақ катарактаның алдын алады. Егер қызанақты сүйіп жесеңіз, көзіңіз жастың ұлғаюымен пайда болатын катарактадан қорғалады. Өйткені қызанақтың құрамында В2 рибофлавин дәрумені бар. Ал арнайы зерттеу жүргізген мамандар бұл дәрумендерді қолданатын адамдар көз ауруының осы түрінен зардап шекпейтіндеріне көз жеткізген. Қызанақтың құрамында бета-каротиннің көп болуына байланысты қызанақты тағамдарды жиі қолданатындар көздерінің өткірлігімен мақтана алады. Міне достар, күнделікті тағам ретінде қолданып жүрген қызанақтың пайдасы мол екенін енді біліп жүресіз. Достар, ақпаратым ұнап жатса, каналыма тіркеліп кетіңіздер.